Сонымен бүгін біз тіл үйренудегі 3 басты мәселені қарастырдық және олардың шешімдерін ұсындық. 1. Ресурстарды азайтып, тек сенімділерін таңдаңыз. Тым көп құралдар мен әдістер араласып кетсе, сіз нәтижеге жетудің орнына шатасып қаласыз. Қарапайым әрі тиімді құралдарды таңдап, оларды тұрақты пайдалану керек. 2. Тіл үйренуді күнделікті әдетке айналдырыңыз. Мотивация уақыт өте келе төмендейді, бірақ әдет сізді алға жетелейді. Әр күні 10-15 минут қана уақыт бөліп, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін үйрену жеткілікті. 3. Уақытыңызды тиімді қолданыңыз және тіл үйренуді өміріңіздің бөлігі етіңіз. Үй жинап жатқанда немесе жолда жүргенде тіл үйренуге болады. Осылайша уақытты босқа өткізбей, тіл үйрену процесін жалғастыра аласыз. Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басыңыз. Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, пікір қалдырыңыз. Сізге қай әдіс көбірек көмектесті? Тіл эксплорермен бірге жаңа білімге қадам басайық. Жаңа білімге бір қадам жақындап, тіл үйренуді бүгіннен бастап жеңіл әрі қызықты етейік.